Қайырлы күн, каналға қош келдіңіз. Бүгін мен ангина ауруы жайлы айтатын боламын. Ангина тамақ ауруы. Алдымен ісінеді, сосын қызарады. Егер дер кезінде ем бастамасаңыз іріңдейді. Ал іріңді ангинаны міндетті түрде антибиотикпен емдеу керек. Бадамша бездерінің іріңді қабынуын уақытында емдемесе, салдары өте ауыр болуы мүмкін. Ауру неден пайда болады? Дәрігерлердің айтуына қарағанда, іріңді ангинаның ең көп таралған қоздырғыштары стрептокок деген бактерия болып табылады. Одан бөлек инфекция, вирус, басқа да бактериялар себеп болады. Біз салқын су ішкеннен, балмұздақ жегеннен немесе желдеткішті қосып отырғаннан деп ойлаймыз. Жоқ, бұлар тек көзге көрінуіне себепші болады. Одан бөлек иммунитеттің төмендігі, көмейдің тітіркенуі, басқа да созылмалы аурулардың болуы, ауыз қуысында инфекцияның болуы, стоматит, шірік тістер және тағы да басқа. Шамадан тыс жұмыс, стресс, алкогольді сусын ішу, темекі шегу себеп болады. Аурудың белгісі қандай? Іріңді ангина 2-3 күнде жазылатын ауру емес. Сіз тамағыңыздың ісініп, қызарғанын сезбеуіңіз мүмкін. Егер осы кезде салқын су ішіп қойсаңыз, онда ауру асқынады. Нәтижесінде дене температурасы 39 градусқа дейін көтеріледі, бас айналады, бойыңызда әлсіздік билейді, тұла бойыңыз қалтырайды, жүрек айниды, құсу болады, лимфа түйіндері айтарлықтай ұлғаяды. Жоғарыда көрсетілген белгілердің біреуі мазаласа да, дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Алдын алсаңыз, емделу әлде қайда оңай болады. Ауруды қалай емдейді? Тек тамақты шаюмен дертіңізге дауа таба алмайсыз. Бір ғана дәрімен емделем десеңіз қатты қателесесіз. Көбінесе іріңді ангинаны емдеу үшін мына дәрілер ұсынылады, яғни пенициллиндер тобы, цефалоспориндер, макролидтер қолданылатын болған. Бұл дәрі немесе екпе ауруды емдейтін жүйелі антибиотик болып табылады. Олар бүкіл денеге әсер етеді, соның ішінде асқазан ішек жолдарының пайдалы микрофлорасына әсер етеді. Сондықтан да дисбактериозның дамуын болдырмау үшін осы еммен қоса пробиотиктер қолданғаныңыз жөн. Жалпы іріңді ангина кезінде дәрігер көбінесе бұлшықет ішіне инъекция түрінде антибиотиктер тағайындайды. Бұл жылдам жазылуға ықпал етеді. Ауруды емдеу әдісі қандай? Іріңді ангинаны емдеу антибиотиктерді қолданумен шектелмейді. Одан бөлек мына әдістерді міндетті түрде жасау керек. Бірінші, төсек режимін сақтаңыз. Аурудың алғашқы күндері міндетті түрде сыртқа шықпай жатыңыз. Себебі ағзаңыз сырттағы вирусты инфекцияны жұқтырып алуға дайын тұрады. Екінші, көп сұйықтық ішіңіз. Сұйық демделген жылы шай, емдік шөптердің қайнатпаларын ішіңіз. Бұл тамақтың іріңді шырышты қабығын жуады. Жиналған токсиндер және де дәрілік заттардың ыдырау өнімдерін тез жоюға көмектеседі. Үшінші, диета сақтаңыз. Тым қатты тағамды жемеңіз. Өзі әлсіреп зардап шегіп тұрған тамағыңызда жырып кетсе, жазылуы қиынға соғады. Оған қоса ащы, майлы, қуырылған, қақталған тағамдар мен газды сусынды шектеңіз. Тым ыстық пен суық тағамды да тұтынбау керектігін ескеріңіз. Мейлінше жұмсақ, жылы тағамды қорек ету керек. Картоп безбесі, қайнатпа сорпа керемет азық болады. Төртінші, тамағыңызды шайыңыз. Күніне 3 рет. Тамақтан алдын, тамақтан соң міндетті түрде фурацилин ерітіндісімен тамағыңызды шайыңыз. Тұз бен сода араластырып шаюға да болады. Аурудың алдын алу үшін не істеу керек? Ангина жұқпайды, бірақ оны қоздырушы вирус шығады. Сондықтан науқасты оқшаулау керек. Өзі ғана қолданатын ыдыс-аяқ, сүлгі, төсек жаймасы болған жөн. Сонда үйдегі басқа адамның ауруына жол бермейміз. Жалпы кез келген аурудан алыстау үшін иммунитетіміз мықты болу керек. Ол үшін денемізді шынықтырып, жаттығу жасап, жүгіруге әдеттеніңіз. Ағзаға зиян келтіретін жаман әдеттерден, темекі шегу, арақ ішуден бас тартыңыз. Дәруменге, минералға және микроэлементтерге бай табиғи әрі сапалы тамақтаныңыз. Үйіңізді, жұмыс бөлмеңізді таза ұстаңыз. Бөлменің температурасы қалыпты болуы тиіс. Күніне 2 рет ылғалды сүлгімен сүртіңіз. Салқын тигізіп алудан сақтаныңыз. Кондиционер жанында отырудан абай болыңыз. Салқын кезде жылы киініңіз. Басыңызға да киюді ұмытпаңыз. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Тағы да қандай ақпараттарды күтесіздер? Комментарийге жаза кетіңіздер.